Келесі жолы бірге ойнайық. АБК студиясына дыбыстаған Эмма және Эрик, аударған Увей фансаттарына алғысымызды білдіреміз. Намшию! Керемет! Намшию! Алға, шию! Күні бітті, жеңіс біздікі. Жүр, отырақ. Намшию керемет ойнайды, шынымен де оған сенуге болады. Саған көмектесіп жіберейін. Не істеп жатырсың? Бәрі жақсы. Жарайсың. Жеңіс біздікі. Жарайсың. Жеңіс келді. Жеңіс деппін ғой, Намшию келді. Жарайсың, екеуің бөтіркемел жарнама түсіріп жүрсіңдер ме? Денең шынымен де жақсы шыныққан екен. Болды, тоқтат. Әй, ойынды емес, тек денесін тамашаладың ба? Бұл сексуалды алымсақтық. Бірақ Намшию шынымен де әсерлі көрінеді екен, солай емес пе? Ғашық бола жаздадым. Өте әсерлі. Енді алда финал, алға. Қарапайым алға, заманға сай емес. Мүмкін ешкере? Болады ма? Болады. Мен соң ойынға қатыспаймын. Не? Неге? Атпақшы, финал сағат қаншада еді? 2-де. Неге сұрадың? Жай, қолдау көрсетуге келейін деген. Бірге барамыз ба? Иә. Алға! Сойын жоғары мектебінің пабг ашық жарысына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ча Ки-хён. Мен Дотимін. Сәттілік! Еборам, 10-шы сынып, прогеймер жатағын алғысы келеді. Чвевон мен, 11-шы сынып, жаңа қосылған прогеймер. Сонымен жарыста бастаймыз. Бұл қалай болғаны? Екеуі бір көлікке мінген қалай? Бұндай жағдайда екеуінің біреуі өз қалауымен көліктен бастатылу керек. Немесе басқа көліктің қасына бару керек. Біз ережені түсіндіріп жатсақ, олар басқа көлікке мініп жатыр. Бұл ойын ережесі бойынша дұрыс шешім. Көліктің түсі де сары түс екен, дәл такси секілді. Ол менға шабуылдап жатыр. Оның ойнау техникасы мақтаға тұрарлық, солай емес пе? Шынымен де волменға жететін ойыншы жоқ. Барлық тапсырманы уақытында орындап жатыр. Иә, бірақ оның алған ойын әдісімен тек тәжірибесіз ойыншылар ғана ойнайды. Еборамның келесі жылда қатысатын ойы бар секілді. Екі жақты шабуыл кезінде жағдай қалай болар екен? Бірақ Еборам, ойынның соңына дейін берілмеңіз. Екі жақты шабуыл деген не? Ойын мандықтан білмеймін. Екі жақты шабуыл деген не? Екі ойыншының бір ойыншыны қыспаққа алуы. Махаббат үш бұрышындағыдай ма? Иә. Борам, алға! Еборам, асықпаңыз. Оған асықпа. Өте керемет. Ол шабуылдан жалтарып, ендігі магнитті жазықта жүр. Әсерлі ойын емес пе? Иә, керемет. Ол менің құрбым. Олар бір-бірімен осылайша тілдесіп жатқан секілді, солай ма? Қалайша? Түсіне алмадым. Екі үміткердің жеңіске ұмтылысына өзара байланысу көру қандай тамаша. Еборам бойжеткеннің мазасын алуды доғарғыңыз келмей ме? Өлгің келіп тұр ма? Ойыншы бұнымен бірінші болып шабуылдады. Магниттік жазық біздің ойыншымыз үшін жақсы болғаны ма? Бүгін Еборамда тек сәтсіздік күтіп тұрған секілді. Тіпті магниттік жазықта да. Доғарсаң жақсы болар еді. Әдетте барлық кедергілерден өтіп, жеңіске жеткенде ләззат аласыз.
Тыңдаңызшы, бұл суды доғаратын ойыңыз жоқ па? Иә. Ибрам, о! Йобрам! О! Йобрам! Ол жеңді! Ибрам жеңіске жетті. Мәс саған. Мен жеңдім! Ебрам! Сендер көрдіңдер ғой, Құттықтаймын. Өте жақсы жұмыс атқардың. Сен де. Керемет ойнайды екенсің. Айтарға сөзім жоқ. Сен магниттік жазықта қалып қойсаң да жеңіске жеттің. Бірақ мен де жеңіліп қала жаздадым. Келесі жолы тағы бірге ойнайық. Шын ба? Бұл мен үшін үлкен құрмет. Екі жақты шабуыл. Екі назар. Бір жерге ауғанда болады. Ей, әлгі пройгей берме қалай? Одан аулақ бол. Жоқ, ол екеуміз жақында махаббат боламыз. Не? Ол шынымен де сынба. Ол мүлде тартымды емес қой. Жігіттер жігіттерді жақсы біледі, түсінесің ба? Ол шынымен де сынба. Тіптен сұлу емес. Бұдан сенің не шаруаң бар? Жүріп алсаңшы ендеше. Болды, әңгіме бітті. Иә, жақын арада. Әй, сенде ақша жоқ емес пе? Бүгін жарыс болады деп айтқан едің ғой. Иә, мен жеңіске жеттім. Шын ба? Құтты болсын. Сіз бүгін күндізгі кезекте де жұмыс жасайсыз ба? Екінші жігіттің орнына шықтым. Ағасы еңбек етіп жүргенде інісі тіпті хал сұрауға келмейді. Сондықтан іннің бар болғаны білінбейді де. Тіпті үйде де сөйлемейді. Мен бе? Қызық екен. Соны айтам. Мектепте бәрімен дәм тұзы жарасып жүреді емес пе? Мен? Менің ағасы емеспін. Не? Қалжыңды қойсаңызшы. Сонда сіз кімнің ағасы боласыз? Менің бе? Бұл қалжың ғой, Сіздің қалжыңдарыңыз ескірген екен. Оның ағасы болмасаңыз, менің ағасы болмасаңыз, сонда сіз Шию... Мен Шиюдың ағасымын. Шиюдың ағасы? Неге адам аз? Дәл қазір лолда жарыс өтіп жатыр. Лол? Одан қарағанда баскетбол қызық емес пе? Бұл тек сенің ойың. Басқа сыныптың ұлдары да біздің сыныптан асып тұрған жер жоқ екен. Бәрібір кәсіби ойыншыларды қалай жеңеді? Дұрыс айтасың. Намшиюдың арқасында біз оларды тасалағанын шығарғанбыз. Намшию алға! Сәттілік! Менің жеңісім! Менің жүлдем, маған қараш! Ей, болды, уайымдамашы, жеңілісте тұрған ештеңе жоқ. Сен жақсы жұмыс жасадың. Жарайсың. Ей, болды, қойыңдар. Ойын аяқталды емес пе? Жүріңдер, бүгін жарысты ойлайық. Келсем, қарным ашып тұр. Басқа жүлделер саған жетпей ме? Не ұра бересің? Сен сөйде жылағым кеп тұр. Бүгінгі алған ойын жүлдеммен барлықтарыңды тойдырайын. Ей, сен компьютеріңе қажетті дүниелер аламын деп едің ғой? Компьютерлік карта ма? Бейне карта. Бізбен бірге барасың ба? Ойланып көрем. Сен ше? Шаршаған жоқсың ба? Хана, екеуміз бәрін тастап қыдырып қайса қалай болады?
Неге? Неге дегенің қалай? Сенімен кездесуге барғым келеді. Бәріміз бірге жиналамыз дедік емес пе? Неге жалғыз қыдырайын деп жатсыңдар? Шаршаған жоқсың ба? Үйіңе барып демал. Жақсы жұмыс атқарғандықтан демалған жөн. Жүр, бәрімен бірге қыдырайық. Неге үйге қайтуым керек? Екі жақты шабуыл. Мен ойынды әлі аяқтамадым. Екі адамның бір адам үшін күресуі. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. 10-шы бөлімнің соңы. Дыбыстағандар Эрик және Эмма.